адамсың, сені іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоның басымен жатып сіздердің де қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Және де біздің ВК группама қосылсаңыздар болады, оны төмендегі сілтеме арқылы кіре аласыздар. Және де біздің лигаға кірсеңіздер де болады. Біздің лигада қазіргі уақытта 116 рейтингтен жоғары рейтинг болсаңыз, біздің лига қосылып топ 10 лигалардың қатарына қосылсақ болады. Енді бүгінгі бізде жаңа событие шыққан еді. Бүгін емес, кеше алдыңғы күні шықты. Және де бұл событие өздеріңіз білетін Лига Чемпиондар Лигасының 1/8 финалына арналған ойындардан құралған событие болып тұр. Осы жерде ойнап жатқан құрама командалар міне Боруссия Севилья, кеше ойнап кеткен Ливерпуль Лейпциг сияқты, Ювентус және ПСЖ, Порту, Барселона сияқты клубтар. Енді событие өте жақсы. Бұл жерде енді екі режим бар. Сіз матч ойнамай-ақ осындай 15 жетон ала аласыз. Және де матч ойнап бұл жерден 50 жетон бірінші победаға. Ал сіз одан кейін ойнап бітірсеңіз 25 очко беріледі. Енді очколар жақсы. Сіздерге ең кеңесі бұл жерде тынышы шыны керек высотака ойнап, енді ұтылсаңыз сізге 10 очко беріледі, бірақ энергияда 2 энергия беріледі. Және де осы жерден барлық командаларды түсірсеңіз, орындасаңыз, бұлар енді 7 күн тұрады, мүмкіндіктеріңіз бар, оны орындап. Және де 4 матч атсаңыздар, сіздерге осындай 250-дің арасында очко беріледі. Және де 16 команда дейді, міне өздеріңіз білетін Ходсон Одойды береді. Тегін аласыздар. Өте жақсы характеристикасы. Білмеймін, енді повода ойнап жүрген жандар болса. Және де бұл жерде бізде осындай пак ашып қойған екен. Испытание десек те болады. Енді сіздер үшін жинатып қойдым. Алдыңғы событияларды кездескен ойыншылардан қайсысы шығып қалуы мүмкін. Енді сіздерге жинап қойдым осындай арзандау, былай айтқан сборка десек болады. Осы сборка арқылы көре аласыздар. Және де осыдан кейін видеомда екінші аккаунтымен ашылған осы испытанияны шығарып қоятын боламын достар. Ал кеттік. Бірінші бізде бұл жерде жуа Боатeng шықты. Боатeng скриншот жасап алайық. Қорғаушы. Бұл енді характеристикасы болатын, бағасын мені білмейміз, алдағы уақытта көреміз қазір. Достар, екінші аккаунтына ашылған пак көреміз. Екінші пагымызда қандай, екінші аккаунтымызда қандай ойыншы шығады екен. Бірінші аккаунтымыздан Боатeng шыққан еді. Екінші аккаунттан біздер ал көреміз. Бұл жерде Фабиньо достар, ЦЗшник. Өте керемет, шыны керек. Осы басында өте жақсы ойыншы ретінде көрінді. Достар, лайкпен қолдап жіберіңіздер, сіздермен бірге. Жақсы. Осылай енді және де испытияны орындасаңыздар да болады. 3 рет аша алады екенбіз достар. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай 3 рет аша аламыз. Және де бірінші бір рет аштым, сондықтан да алдағы уақытта да ашатын боламыз. Және де сіздер мынандай 500 очко беріледі. Бұны сіздер айырбастайсыздар, былай айтқанда ауыстырамыз. Бұны очкоға ойыншы алу үшін осындай очко жинауымыз керек. Бұл жерде енді жетон деген бар. Жетонды алуға да шанс бар. Бірақ та енді оны алсаңыздар, сіздерге тек 250 очко беріледі. Тиімділігі осы тек усиление навыков или әрекетсе, бұл жерде осындай ойыншы ашсаңыздар болады. Және де бұл жерде бізде 625 ойыншы түседі, оның керегі жоқ деп ойлаймын. Және де бұл жерде прайм кумир бар, Бориси деген қорғаушы миландық. Бұны енді 10 мың құрту керек. Бұл үшін сіздер әрекетсе 8 мың жинайсыздар. Деликті бесплатно аласыздар, сонда аржағында 2 мың очко
донат құюларыңыз керек болады. Бернардо Силва сол 10.000 очко құртып прайм кумир алсаңыздар да болады. Енді сіздерге айтып тұрмын, біз донат бұл жерде Деликт пен Горецка, Икарди сияқты ойыншыларды, содан кейінгі төмендегі ойыншылардың барлығын ала аласыздар. Өздеріңізге қайсысы ұнайды, өзіңіздің командаңыз қайсысы үйлеседі, сондықтан осы футболшыларды өзіңізге керек алып алсаңыздар болады. Және үшінші бізде бұл связной игры дейді. Бұл жерде енді бесплатно 20 билет беріледі сізге. 20 билет алып орындайсыздар осы тапсырманы. Осы тапсырманы орындап преске алсаңыздар болады. Бірден алмаңыздар достар, барынша барлығын орындап соңында бір алсаңыздар болу керек. Бұл жерде тек очко беріледі. Енді бір бұл жерде блок игроков деген сияқты осындай ұйымдастырылған. Бұл жерде Шесний бар, және де Монт жақсы, бұлай ЦП-да ойнап жүрген жандар болса, және де Серхо Роберто, Фортен деген сияқты, Фотен және Сусо сияқты ойыншылар бар. Енді ранг керек, шыны керек достар, сіздер үшін ранг керек деп ойлаймын. Енді осы тырыссаңыздар болады. Бұл жерде соңында прайм кумир бар, Талклич деген, білмем қате оқып жатсам, кешірім сұрайын сіздерден. Өте жақсы характеристика шабуылшы ретінде. Енді бұны алам десеңіздер, бұл жерде айтып отырмын ғой, пункт награды деген жерден сіздер қалай айтайын, пункт награды деген жерден осыны алып жатсаңыздар, очко кішігірім жетіп қалуларыңыз мүмкін. Бірақ аржағында донат керек болады достар. Талкличке 2700 жетон құрту керексіздер. Мүмкін емес. 2 күнде мен уже айтайын, 2-ші күні ақ 100 әзер жинап жатырмын достар. Бұл енді сіздерге тынышы прайм кумир қорғаушыны алсаңыздар дұрыс болады достар. Енді осылай достар, сіздермен кішігірім түсіріп жатырмын. Осы ретінде сіздерге ұнаса лайкпен қолдап, және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Біздің арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сол достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.